Сатудағы 5 қадамның ішіндегі ең маңыздысы қажеттілігін анықтау. Яғни клиенттің болын білу деп айтады ғой. Қажеттілікті қалай анықтаймыз? Клиентке сұрақ қою арқылы. Клиент сізден бір зат алып жатыр. Сізге звондалды делік. Сол кезде осындай сұрақтар қою керек. Кімге іздедіңіз? Сізге қай тұсы маңызды? Не үшін алып жатсыз? Алдыңғы алғаныңыз қандай болды? Қазіргі алғаныңыздың қандай болғанын қалайсыз? Деген арқылы осы қажеттілігіне байланысты сұрақтарды қойған кезде ғана клиент ашылып жауап беретін болады. Сізге сол кезде ғана дос ретінде қарап сырын айта бастайды. Қажеттілікке қоятын тағы сұрақтар: домбыра сатып жатсаңыз, домбыраны кімге іздедіңіз? Балаңызға ма, өзіңізге ма? Немесе сыйлыққа іздедіңіз ба? Балама, өзіме дейтін болса, қазір ойнап жүрсіз ба? Домбыраның қандай болған, алдында сізде қандай домбыра болды деген сияқты сұрақтарды қойған кезде ғана барып клиент сөйлей бастайды. Клиент өзінің ішіндегісін ақтара бастайды. Ішіндегі ең түбінде жатқан негізгі мақсатын сол кезде айтады. Қалай айту мүмкін? Алдыңғы алған домбырамыз шегі үзіліп кетті, құлағы дұрыс болмай қалды сияқты. Мына сол кезде барып айтады. Бұл клиенттің болі деген сөз. Яғни құлағының дұрыс болмауы, ішектерінің үзіліп кетуі. Сіз сол арқылы соның болын біліп, болына қарсы соны жауап беріп отырасыз. Жақсы, бізде бұл домбыралар сапалы жасалған, немесе таңдалынып алынған. Құлағы бір бұралғаннан кейін ары қарай бұралмайды. Тура дауысы дұрыс тұрады деген сияқты. Немесе ішектері бұл Германиядан келетін лескалармен жасалады, немесе сондай материалмен жасалады. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұлар үзілмейді. Біз клиенттердің қай тұсқа назар аударатын білеміз, қандай жерде қателік кететіндерін білеміз. Сол себепте мен сізге маман ретінде, эксперт ретінде осының бәрін түсіндіріп беріп отырмын. Бізге репутация керек, абырой керек. Біз осы уақытқа дейін қанша адаммен жұмыс жасап жатырмыз, барлығының проблемасын білеміз деген сияқты. Міне күмәнін жауасыз осылай. Ал қажеттілігіне байланысты сұрақ қоймасаңыз, неге іздедіңіз, кімге іздедіңіз деген сұрақтарды қоймасаңыз, клиент ішінде түбінде жатқан сізге айтпайды. Ол сізге тек қана ішінде домбыра іздеп едім, бағасы арзан болса ғана ала салам деген оймен кіреді негізі. Ал егер қажеттілігін анықтай алсаңыз, дос ретінде оған жанашыршылық танытып, досы сияқты көмектескіңіз келіп, сізден алса қандай нәтиже күтіп тұрғанын айтасыз. Барлық адамға жеңіс керек, барлық адамға пайда керек. Сізден алса қандай пайда алады ол? Сізден алатын болса, құлағы бұзылмайтынына гарантия беріп тұрсыз, ішектері үзіліп кетпейтініне гарантия беріп тұрсыз. Міне ол өзінің пайдасын шешті. Барлық адам өзінің пайдасын ойлайды. Пайда сізге де болу керек, клиентке де болу керек. Екі жақты ұстап отыру керек. Ең маңызды этап қажеттілік анықтау. Қажеттілігін анықтай алмасаңыз, соңында келесі жолы хабарласам, ертең хабарласам, үйдегілермен ақылдасам, күйеуіммен, әйеліммен ақылдасам деген жауаптарға ие боласыз. Қандай сұрақтар қойсақ, ол клиент сізге ашылып жауап береді. Клиентті сөйлетіп отыру маңызды. Сатушының өсуіне кедергі келтіретін нәрсе, ол клиентті тыңдай білу керек, сөйлету керек, ішіндегісін айту керек. Воротамен айналысып жатсаңыз, воротаны не үшін алғысы келіп жатыр ол? Мүмкін ескі воротасын бір жақсы воротаға ауыстырып келіп жатқан шығар. Достарының арасында бір жақсы ворота алып, бір мақтанышқа ие болып, абыройға ие болғысы келіп жатқан шығар. Қажеттілігін анықтамайынша ішіндегі сырын айтпайды. Қажеттілігін анықтағаннан кейін барып қана айтады. Мысалы, воротаңыздың қандай болғанын қалайтын едіңіз, қай тұсы маңызды, дизайны қандай болғанын қалайсыз деген кезде ғана айта бастайды. Мен досымда мынандай тұр, одан ерекше болса екен. Менің досым мынандай деп мақтанып жатыр, менікі күшті болса екен деген сияқты сол кезде ғана айтады. Ең маңызды этап потребностін білу, болын анықтау. Осы тұсқа назар аударыңыздар.